Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жұмыртқаның қабығы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын бірінші подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін. Жұмыртқаның қабығы оңай қорытылатын, ағзамыздағы пайдалы таптырмас кальций көзі. Рахит балалардың тістерінің дұрыс өспеуі, омыртқалардың қисаюы және осал тістер, кәрі адамдардың сүйектерінің тез шынағыштығы мен сынғыштығы сүйектердегі кальцийдің жетіспеушілік салдары. Ағзадағы кальций алмасудың бұзылуы қанның аздығынан тез салқын тегіштікке, аллергияға, еріндегі герпестерге душар етеді. Әйелдерге етеккір бөлінгіш болып, түсік тастағыштық, толғақ кезіндегі әлсіздік, жатыр бұлшықеттерінің әлсіз болуына да кальцийдің аздығы себеп. Ал енді ағзамыздағы бұл жетіспеушіліктің түзеу қиындау мәселе. Хлорлы кальций, гипс, бор сияқты нәрселердің адам ағзасына қорытылуы, сіңуі өте қиын. Тауық жұмыртқаларының қабығы 90% кальций карбонатынан тұрады және оңай қорытылады. Оның құрамындағы ағзаға қажетті барлық микроэлементтер мыс, фтор, темір, марганец, молибден, фосфор, күкірт, цинк, кремний және басқалары барлығы 27 элемент табылады. Ең маңыздысы кремний мен молибденнің барлығы. Біздің күнделікті тамағымыздың бұл элементтер жоқтың қасы. Олар болса ағзамыздағы биохимиялық реакциялардың дұрыс болуының негізгі себепшілері. Жұмыртқа қабығының құрамы адамның сүйектерінің мен тістерінің таңғаларлықтай сәйкес. Онымен қоймай жұлындағы қан жасушаларының жұмысын күшейтеді. Сәйкесінше ағзаның түрлі радиациялық әсерлерге шыдамдылығы арта түседі. Тамаққа қосылатын ұнтақталған қабықтардың ағзаға пайдалы жоғары терапевтік белсенділігі мен бактериялық немесе басқа зиянды нәрселердің жоқтығын көрсетеді. Үйрек немесе қаз жұмыртқаларының ондай қасиеті жоқ. 1 жастан бастап сәбилерге берудің пайдасы айтарлықтай. Венгриялық доктор Кромпехер төмендегідей кеңестер береді. Профилактикалық мақсатта жүкті әйелдерге міндетті түрде 1 жас пен 6 жас аралығының балаларға берілу аса маңызды. 19-20 жасқа дейінгі жастарға артығы жоқ. Ересектерге жылына 2 рет жасалынған алдын ала шартты пайдалы. Жұмыртқа қабығы ағзадағы радионуклидтерді шығаруғадағы үлкен себебін тигізетіндіктен экологиялық қауіпті аймақтағыларға пайдасы орасан зор. Себебі ол жұлынға жиналып қалатын зиянды элементтерді жойып отырады. Күніне 2-ден 6 граммға шейін қолдану керек. Қолдану әдісі тым оңай. Тазалап жуу жеткілікті. Кішкене балаларға 1,5-3 граммдайын жақсылап майдалап, күніне 1 рет жас мөлшеріне байланысты қабылданады. Таңертеңгілік аспен қабылданған жөн, каша болмаса қатықпен. Батыс елдерінің аптекаларында 1970 жылдан бері сатылады екен. Сондықтан достар, бұл өте пайдалы ақпарат. Маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.